Адам денсаулығына жоғары жауапкершілікпен қарайтын орталық ауруханада бүгінде 400-ге жуық медицина қызметкерлері еңбектенуде. Ендігі кезекте олардың қатары түрлі профилі тағы 13 мамандармен толықты. Оның ішінде жоғары медициналық білімі бар 5 маман болса, орта медицина білімге 8 қызметкер. Жас мамандар жан-жақты және жігерлі жастар. 3 жыл бойына жас мамандарды қабылдау кешін ұйымдастырып, олардың жұмыстарына жаңа серпіліс беруге тырысып келеміз деп отыр аурухана басшылығы. Самая гуманная профессия в мире. Әлемдегі адамгершілігі мол, сонымен бірге ең қиын мамандықтардың бірі болып саналатын медицина саласын игілікті жұмысқа жатқызуға болады. Сол себепті бүгін біздің қатарымызға қосылып отырған жас мамандарға тек ізгіліктер тілейміз. Біздің мекемедегі жұмыстарын ұзақ уақыт бойына жалғастырады деген үміттеміз, деді бас дәрігердің міндетін атқарушы. Ақ халатты Абзалжан мамандығын таңдаған жастар шара барысында ерекше қошеметке бөленді. Оларға арнайы тағайындалған сыйлықтар табысталып, құрмет көрсетілді. Енді басында кішкене қорқыныш болады, кіріскенге дейін үлкен дәрігерлер қолдады. Сосын ол кісілер білмеген заттарымызды үйретті. Біз енді теориялық жағынан біліп келдік қой. А практика жүзінде өзің жұмыс жасағанда кішкене жауапкершіліктің бар екенін сезінесің. Жауапкершілікті сезініп кішкене ондай қорқыныштар болды. Бірақ та ол қорқыныштың бәрін жеңуге бізге қазір көмектесіп жатыр осы әріптестер. Рахмет айтқым келеді ол кісілерге де. Дәл осы күні қошемет пен құрмет осы салада табанды еңбек етіп, зейнетке шығып жатқан аға буынға да тиесілі болды. Атап айтсақ, 50 жылдық өмірін адам емдеуге арнаған Василий Карташов пен кардиология бөлімінің аға медбикесі Нұржамал Қоспармақоваға кәсіби еңбектер үшін әкімшілік атынан алғыс сөздері жария етілді. Шара жалғасында жас дәрігерлер таңдаған мамандықтарына адал қызмет ету жөнінде ант беріп, уәде жасады. Жақсы дәрігер болу үшін менің өзім ойлаймын, ол дәрігер жұмысында жауапкершілікті сезіну керек. Ол науқастың өміріне жауапты екендігін, және де науқастың әрбір емінің, яғни ол диагнозды дұрыс таңдап, емнің дұрыс жүруін қадағалау керек деп ойлаймын.